Lemonade! Get your lemonade! Ойбай! Фыстығын-ай бүгін күн. Сен не істеп жатсың? Мынау не? Lemonade. Мәссаған, өзің істедің ба? Иә. Ал, құйып бер маған. Немене дейін? 100 теңге? Апаңа 100 теңге ма? Yes. Азғантай құйып бер, азғантай. Дәмін көрейін да? Дәм да жоқ шығар. Ой, лимонад. Балам, мен енді сенен үлкенмін ғой. Маған біріншісін берші тегін. Біреу. Е, балам? No. Жарайды. Here's your free lemonade. Е, сөйтсейші? Әйтпесе 100 теңге. Қызыл өрік, қызыл өрік. Қадірлі достар, сәлеметсіңдер ме? Бүгін мен шебер апайларым және шебер бала лимонад дейтін сусынды бірге жасаймыз. Қазіргі ыстық күндері бәріміз қатты шөлдейміз. Және де жазда не көп, жеміс-жидек көп. Осы жеміс-жидектен өте дәмді де пайдалы сусын жасаймыз. Шебер бала, лимонад деген не екенін білесің бе сен? Lemonade is a drink based on water, lemons, and sugar, and also ice. Other ingredients are optional. Сондай ақылды бала. Түк түсінбеймін не айтқанын. Жарайды. Лимонадқа негізі лимон салынады, қант, су және болса мұз қосамыз. That's what I said. Түсін ба? Жарайды. Ал, бастайық. Бұлардың мөлшерлері дәл емес. Біз сендерге шамалап рецептін береміз. Бізде бүгін лимон жоқ болып тұр, сондықтан апельсин аламыз. Мына жерде біз шамалы бүлдірген қосамыз деп ойладық. Үйде бар жидектерді қосуға болады негізі. Таңқурай болса өте жақсы. Таңқурай лимонады өте дәмді болып шығады. Сен таңқурай деген екен білесің ба? No. Сен не білесің? Жалбыз дей ма? Мятаны искен. Жалбыз қоссаңдар, иісі өте жақсы болып шығады. Қантымыз тұр, су бар. Енді бастаймыз. Қантты ыстық суда ерткен жөн. 1, 2, 3. Енді біздің мынандай тым әдемі ыдысымызға шамамен 4 қасық қант жетеді деп ойлаймын. Өздерің көріңдер, ұнамаса тағы да қосасыңдар. Мә, сен араластырма. Төгіп алма, байқа. Жақсылап тұрып, қант ергенше араластырамыз. Құямыз. Мен өзім құйыншы. Дайын. Бізде мынандай шырын езетін нәрсе бар. Кесеміз. Еземіз.
Апельсиннен басқа тағы не қосуға болатынын бізге төменде жазып жіберіңдер. Таңқурайды айттық. Тағы не қосуға болады екен? Ыдыстың үстіне ұстап, ұстап. Мүмкін шие қосуға болады. Соңғысы. Еземіз. Достар, лимон салатын болсаңдар, қантты көбірек салу керек әрине. Лимон өте қышқыл ғой. Біздің апельсин тәтті, сондықтан ойланбай көп қант салып жіберіппіз. Жарайды. Көреміз. Енді тоқтар. Сен дәнектердің бәрін ана жерге салып жүргенсің. Сондықтан не істейміз? Қасық әпер. Қасық. Қасық. Міне қасық. Дәнектерін алып тастаймыз. Әйтпесе тым дәмді болмайды. Орнына тұра қой. Құйымыз. Лимонадымыз өте дәмді болатын түрі бар. Енді құлпынайды тураймыз. Содан кейін мынандай қасықпен еземіз. Жидекті езгенде дәмі жақсы шығады. Тураймыз. Еземіз. Мә, сен ез. Тураймыз. Еземіз. Тураймыз. Еземіз. Жоқ, асықпа, асықпа. Тураймыз. Еземіз. Содан кейін үйлеріңде блендер болса, онда үлкендерді блендерде езіп беріңдер деп сұраңдар. Дұрыс-ақ. Абайлап, әжеміздің әдемі ыдысын қиратпай саламыз. Ары қарай жалбызды алып тураймыз, немесе қолмен жапырақтарын жуа саламыз. Осылай. Саламыз. Иісін ай. Жақсы ма иіске иісін? Қашан қазақша үйренеді екенсің сен, а? Қашан қазақша сөйлесеміз? Болды ма? Су қосамыз. Көп қоспаймыз. Бәрін шамалап қосамыз, дәмін көреміз. Дәмді болмаса тағы жеміс-жидек қосамыз. Тоқта, мен сөйлеп жатырмын. Шебер апай сөйлегенде тыңдау керек. Тыныш қана. Лимонадты жасағанда жеміс-жидектерді біртіндеп қосамыз. Және суды да шамалап қосамыз. Мен мысалы, осы жерге дейін су қостым да, содан кейін дәмін көрем. Дәмін көремін. Жақсы болыпты дәмі. Ұнамаса, қант қосасыңдар, немесе тағы да шырын қосыңдар, немесе тым тәтті болып кетсе, тағы да су қосасыңдар. Сонымен лимонадтарың дайын болады. Ал, араластырам дейсің ба? Араластыр енді. Қандай әдемі. Мына жерді шамалы жинастырайық. Қиратып алма, анау әженің ыдысы. Бұл ыдысты алғанымызды әжеміз білмейді. Сондықтан байқау керек. Шүберек әкеле қой. Шүберек. Мына жерді сүрткенге шүберек. Не істейміз?
Маған мұз табылды. Осы мұзды қосып жіберейік. Болды, рахмет. Болды. Болды деген білесің бе? Yes. Жылы болып кетпесін. Осыншама лимонад шықты бізде. Енді міне, лимонадымыз дайын. Енді ішуге болады. Ой, болды. Видео бітті. Қой қайтадан. Көшеге барып сатамыз. Достар, әрине бұның бәрі де қалжың. Шебер бала өзінің жарты стақанын ішіп алды да, қалғанын Шебер апайға өз ниетімен берді. Шын айтамын. Өзі ешқандай соққысыз өзі берді. Біздің бейнеролигіміз ұнаса, лайкты басуларыңызды өтінеміз. Келешектегі роликтерді өткізіп алмас үшін желімізге жазылыңыздар, және де төменде пікір қалдыруды өтінеміз. Рахмет, келесі кездескенше.